Міне файлды аламыз, толық Ctrl ені басып, любой файлға сохранить етеміз. Да дейміз, және де выбранный да обязательно таңдаймыз. Окей. Келесі файл арткамды ашамыз. Файлды тартамыз да төртіншісінен 3-ке сохранить еттік. 2 рет бассақ ашылады. Окей, игнорировать все. Келесі помощникке кіреміз де осыны таңдаймыз. Мына шетте домалақ таңдау болу керек и 0-ді қоямыз. Принять, все, закрыть. И келесі УП-ға барамыз, және де циркуль таңдаймыз. Финишный проход ағаш кескенде 3. Инструмент 6 мм. Так, имяға 1-ді қоямыз. Мына жерде уже заготовка 8 тұр бізде. Наны аламыз, міне, алдық. Ctrl-U мен шашып тастаймыз. Сосын экранның шетін бір рет басамыз, қара болады бәрі. Shift ұстап тұрып, тек ішін жинап шығамыз бірінші. Міне, іштерін ғана жинап шығамыз. Міне, мынандай іші қалып кетті. Главное, іштерін жинап шығамыз. Бұл жерде неондар тұрады. Мына розовый цветтерде неондар тұрады. Ұмытпаймыз мынандай іштерін. Бәрі жиналды, значит, Ctrl-G мен жинаймыз. Фиолетовыйға ауысты. Сохранить етеміз и закрыть етеміз. Келесі бірінші тыға өтеміз. Бұл екінші стадия. Бұл жерде финишный проход 8, инструмент 6 мм деп қоямыз. Және де бұл жерде 6 мм-ді глубинасын 4 деп қоямыз. 2 рет төмен қарай түседі. Сверло қиналмау үшін фреза. Атын 2 деп қоямыз. Және де мынаны шет жағын 1 рет басамыз тағы. Сосын мынау қызарады. Толық аламыз да былай. Жеткізбей. Мынау қалу керек. Өтіп кететін болса бәрі таңдалып кетеді. Сол үшін жеткізбей. Алдық, керегіміздің бәрі розовыйға айналды. Енді розовый айналмаған 2 деталь бар, соны Shift ұстап тұрып басамыз. Shift ұстап тұрып. Міне бәрі дайын, түгел. Енді Ctrl-G-ді басамыз. Міне фиолетовыйға ауысты. Енді сохранить дейміз. Бұл көріні сохранить етті, 54 деталь. Болды. Енді жақындатамыз да, шет жағын басып алып, міне. Қызыл ұстаймыз. Ұстаған соң, тыны басамыз да, міне дайын тұр, просто применить басамыз. Болды, ауысты, закрыть. Мынаны басып қарап аламыз. Мүмкін 8 неяқта, значит, неяқ 50 болып жатыр. Мына жерлерге қазір шуттар ұстап шығамыз. Сондықтан жақсы ұстап тұрады. Енді бұны сохранить етеміз. Мына жаққа итереміз былай қарай. Міне осылай тұрды. Артқа қарай итереміз да, 1-ді таңдаймыз обязательно. Сосын былай лақтырамыз. Тағы лақтырамыз. 1, 2. Болды, сохранить. Бірінші файлға апарып сохранить етеміз. Заменить. Да. И болды. Программаға кіріп, окей. Мынаны удалить етеміз. Бірінші файлды тартамыз. Симулятор. Міне дайынсыз берді бәрін. Окей. Кішкене скорость түсіріп қоямыз ағаш кескенде. Енді ағашты қойып 0-ді қойсамыз болды.